Қазір мен жай ғана 45 жастағы өзін іздеп жүрген, 3 баласы бар, ажырасқан, өмірден таяқ жеген, әйтеуір өмірден орын алғысы келіп жүрген просто қазақтың бір әйелімін. Әлемге деген көріңізіңіз, өзіңіздің гауһартасын шығарып, осындай бір ғұмырға жеттіңіз ба? Әр жыл сайын бір гүл жарып келе жатыр ғой. Әр жыл сайын. Ол бітетін түрі жоқ. Пока ғұмырым біткенше толыққанды мен таптым, өзімді біттім деген адам өлген адам ғой. Ондай сөз айта алмаймын. Сіз барлық адамдар ұйықтап жатыр деп айтқыңыз келді ма? Оянған адам өзінің осы бүкіл автоматизированный программасын, өзінің матрицасын көреді да, және оның шындық емес екенін біліп, өзінің ауқымын кеңейеді. Яғни ол шексіздікке қосылады. Қаншама әйелдерге мотивация болып жатсыз. Осы жолды қашан таңдадыңыз? Ой, бүгіннен бастап мен әйелдерді оятам, мен әйелдердің көкірек көзін ашам деген оймен келген жоқпын. Стресстағы әйел, ол тек қана осы сезімді ғана сезініп жатады. Бұл ситуациядан, бұл сезімнен сыртқа шығып, өзіне сырттай қарау, ол да бір навык, оған да үйрену керек. Осыған қалай келдіңіз? Шынар, айта берейін ба саған? Ренжіп қалмайсың ба ютубта? Өзіңді табу деген сөз, сен мида отырсың. Бар ойың қазір мидың ішінде, ана сөзді жіберіп алмайын бір нәрсе деп, каждый менің сөздеріме мән беріп отырсың. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ой лабораториясы. Бір ой, бір адам және бір идея. Бүгінгі выпуск өте қызықты болмақ. Өйткені бүгінгі выпусктың басты ойы нағыз әйелдік нәзіктіктен емес, шынайылықтан басталады. Қазір мен сіздерді біздің қонағымызбен таныстырамын, бірақ алдымен лайк басып, комментарий қалдырып жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі выпусктың қонағы ішкі тыныштық пен әйелдік энергия туралы сөйлегенде халықтың жүрегіне жол таба алған жан. Мақпал Қаратай. Бүгін барлығымыз бірге оянып көрейік. Қазір мен жай ғана 45 жастағы өзін іздеп жүрген, 3 баласы бар, ажырасқан, өмірден таяқ жеген, әйтеуір өмірден орын алғысы келіп жүрген просто қазақтың бір әйелімін. Который өмір мені ұрған, тұрған, одан кейін балаларын асырау үшін басын тасқа да ұрған, тауға да соққан, сондай әйелмін. Кез келген әйелдің ішінде мен әйелдерге ұқтыратын дүнием өзімнің парақшам арқылы, өмір сүру салтым арқылы, жалпы сабақтарым арқылы, кез келген әйелдің ішінде гауһар тас бар да. Кез келген әйелдің ішінде бриллиант бар. Когда әйел қысылмай, өзімен өзі болып, похрен мороз, елдің бүкіл пікіріне, басқасына кетсін әрі деп өзін қорықпай шығарған кезде, мен жаңа ғана Аишамен кездескен кезде, осы подкастқа келер кезде мен айттым да, мысалға Раушан гүл өмірге не үшін келді? Ол бүр жарып, өзінің гүлін шығарып, хош иісін әлемге тарату үшін келді. Каждый әйел сондай да. Каждый әйел біз елдің пікіріне, біреуге ұнауға, біреудің көңілінен шығамыз ба, мен қалай болып тұрмын, мен жақсы көріп тұрмын, мен қазір былай шықсам, мен жек көріп қалама, барлығы әйелдің миын қорқыныштар, әртүрлі отношениялер, ұят болады, қоғам не дейді деген нәрселердің барлығы әйелді қысып тастаған. Соншалық әйел жаншылып жатыр да, оның ішінде айқайлап жатыр да, ішкі жан дүниесінде. Шын истинный әйелдің табиғаты, мықты табиғаты, ғажап табиғаты. Мен жаңа ғана Аишаға айтқан болдым, әйелдің ішіндегі лилит, яғни әйелдің ішіндегі шын табиғаты, ол жақсы да емес, ол жаман да емес, истинный табиғатын қорықпай, мен осымын деп жарқыратады ғой әлемге. Мен Мақпал Қаратай осымын деген кезде әйелдің нағыз ғұмыры басталады. Қорықпай, когда женщина находит смелость, ол смелость табу үшін әйел, конечно, шапалақ жейді, өмірден таяқ жейді, күйеу алдауы мүмкін. Соңында әйел ышқынып өзін алып шығады ғой. Сол кезде әйелдің шын өзімен қауышу ғұмыры басталады. Сондықтан сол бриллиантты өзіңнің ішіңнен көріп тұрмын, Шынаржан. Сондай бриллиантты шығарған кезде нағыз ғұмыры басталады дедіңіз. Иә, өзіңіздің шынайы әлемге деген көріңізіңіз, өзіңіздің гауһартасын шығарып, осындай бір ғұмырға жеттіңіз ба? Мынандай да, өмірде, Шынар, әркім өмірде белгілі бір жолда. Әркім өзін өмірдің таяғы арқылы, өмірден біреуден сатқындық көру арқылы, өмірдегі белгілі бір жолдар арқылы өзін іздеуде да, өзін. Мен қазір
толыққанды 100% жеттім деп айта алмаймын да. Но бұрынғы өміріме қарағанда әлдеқайда көп нәрсе өзгерді. Менің өмір сүру салтымда, дағдымда, өзімді таңдауымда, бірақ ол әрі қарай андай не сияқты да, аша білген сияқты бриллианттың қырлары шыға береді екен. Басында мен бір баяғыда осы ең алғаш 2018 жылы мен бір пост жазған болатынмын, менің әлі гүлдерім бүршік жарған жоқ деген. Сол сияқты жылдармен бірге ашқан сайын, өзіңнің ішіндегі қазынаңмен қауышқан сайын сен таңғаласың да, неужели мен осындай қырым бар деп. Өзіңді зерттеген сайын, өмірдің таяғы арқылы ішіңнен шығарған сайын, өзіңмен бір қауышу, әр жыл сайын бір гүл жарып келе жатыр ғой. Әр жыл сайын ол бітетін түрі жоқ. Пока ғұмырым біткенше толыққанды мен таптым, өзімді біттім деген адам өлген адам ғой, ондай сөз айта алмаймын. Яғни бұл трансформацияның, өзгерудің, өзімен өзің қауышудың процесі бесконечный ма? Бесконечно. Мен осы подкастқа дайындалған кезде сіздің интервьюларыңызды, сіз туралы біраз ақпарат оқыған едім. Және де ең халыққа көп тараған курсыңыз жөнінде сұрағым келіп тұр. Оның аты ояну. Сіз барлық адамдар ұйықтап жатыр деп айтқыңыз келді ма? Барлық адамдар ұйықтап жатыр екені ақиқатта. Өйткені біз адамдар, ол Джо Диспензаның сөзі бар, 35 жасқа шейін приблизительно қалыптасамыз. Біздің сөйлеу мәнеріміз, біздің сөздік қорымыз, біздің өмір сүру дағдымыз, біздің привычкаларымыз, әдетіміз, біздің қалай ойлайтын әрбір действиямыз, біздің эмоциямыз, реакциямыз, восприятиеміз кәдімгідей компьютер сияқты барлығы файлға тұрып бітеді. Содан кейін біз сол дүниені бойымызға шындық деп қабылдаймыз да, белгілі бір мышление, белгілі бір эмоциялар барлығы бойымызға жазылғаннан кейін, сонымен әрі қарай соның аясында өмір сүріп жүре береміз. Оянған адам өзінің осы бүкіл автоматизированный программасын, өзінің матрицасын көреді да, және оның шындық емес екенін біліп, өзінің ауқымын кеңейеді. Яғни ол шексіздікке қосылады. Өзінің бір шексіздіктің бір бөлшегі екендігін көреді. Оны мысалға Ошоның сөзімен айтсақ, оянған адамның миында өзінің ойымен екі ортада кеңістік пайда болады. Кеңістік деген сөз, адам өзінің ойын көре бастайды, өзінің эмоциясын көре бастайды, өзінің привычный реакциясын көре бастайды. Яғни енді ол вовлекация етіп, осы реакциясының жетегінде, болмаса ойлардың жетегінде, біреу ренжітіп қойған кезде деп қайғырудың жетегінде кетпейді. Онда уже таңдау пайда болады оянған адамда. Ол өзінің өмірін, бүкіл реакциясын, ойларын, әдеттерін барлығын таңдай бастайды. Ол уже ана автоматизированный программаның жетегіндегі деген сөз, саған роботқа файл қойып бересің да, робот сен айтқан дүниені ғана істейді ғой. Сол сияқты адамдардың көпшілігі оянбаған адамдардың қазір енді ояну ғасыры енді келіп жатыр ғой. Қазір адамдар оянып, өзінің тәнімен қарым-қатынас жасап, өздерін көре бастады. Оянудың алғашқы лептері уже кетіп қалды да, бірақ основной масса бәрі оянған жоқ. Оянбаған адамды басқару да оңай. Оларға мысалға даже оянбаған адамға сен белгілі бір қорқыныштың триггерін қойсаң, ол сразу өзін сол қорқыныштың жетегінде кетіп қалғанын білмейді. Даже қазір мысалға әлемде бір жерде соғыс болып жатыр деген ақпаратты көрсе, оянған адам ол өзінің эмоциясын таңдай алады. Ол сол күні, түсінікті, өзіне осознанно выбор жасай алатын болса, ал оянбаған адам не істейді? Сол ақпаратты көрді, таң атқанша ұйықтамайды, жүрегі қағады, ауырады, соның жетегінде кетеді. Им можно спокойно управлять оянбаған адаммен. А оянған адам ол неуправляемый, ол өзін таңдайды, ол өзінің сезімдерін таңдайды, ойларын таңдайды, өмірін таңдайды, кіммен араласу керек екенін таңдайды. Яғни ол өзінің өмірінің твореціне айналады. Ал егер адам 35-ке дейін оянбасашы? Қазір сіз оянсаңыз да, оянбасаңыз да, бүкіл әлем, мысалға мынау қазіргі вселенная, бүкіл эра водолея сіздің оянуыңызға бүкіл жағдай жасауда. Бұрын мысалға ояну үшін ол адам өзі миына келіп мен оянам деп бәлкім ойлану керек болатын болса, қазір бүкіл әлем адамзатты оятуға, сол үшін ешқашанда болмаған қорқыныштар көтерілді. Қазір бүкіл адамзат баласы мұншалықты қорқып көрген жоқ. Қазір бүкіл поверхностьқа шықты, судың бетіне шықты. Адам баласы ешқашанда болмаған уайымды көрді. Адам баласы қазір оянудың алғашқы белгілері
белгілері, мысалға қарасаңыздар, адам баласы уже өмірді таңдау керек екенін түсінді. Өмірдің өтіп кететінін қазіргідей адамзат ешқашанда сезген жоқ. Бәрі түсінеді өлімнің бар екенін. Сол үшін адамдар өмірлерін бағалай бастады, уже жаяу жүре бастады, балаларына көңіл аудара бастады. Яғни қазірдің өзінде де оянудың бүкіл белгілері бар. Оны біз емес, оны бүкіл планета жасап тұр. Бұл уже адамзат, либо сен оянасың осы ғұмырыңда, либо осылай өлесің. Бірақ основная масса түбі оянады. Өйткені бүкіл планета соған қызмет етуде. А сіз осы қызметті қалай бастадыңыз? Яғни осы жолға қалай және қашан келдіңіз? Кез келген адамның өмірінде белгілі бір жолға келу үшін, жалпы оянуды таңдау үшін адамның өмірінде либо шок болады, либо депрессияға түседі, либо өмірден бас кешеді, либо өзінің өмірі ұнамайды, өзінің өмірін жек көре бастайды. Әйтеуір ішкі сезімдер осылай білдіртеді. Оны мен қазір мысалға ойлап қарасам, қазіргі біліміммен қарасам, мен мысалға қазіргі менің айтып отқан дүниеме бәлкім ютубтың ар жағында отырған көрермендер қарсылық танытатын шығар, бірақ мен реинкарнацияға қатты сенемін. Мен осыған дейінгі ғұмырымда мен душам ояну таңдап келген. Бұған дейінгі ғұмырымда мен біраз жұмысты жасағам деп ойлаймын. Оянудың біраз алғы шарттарын, баспалдақтарын жасағам. Содан кейін осы ғұмырға келгеннен кейін менің тағдырымның өзі жай болған жоқ та. Мысалға мен өмірге келген кезде мені босанам деп анам өмірден өтті. Яғни бір өмірді беріп, бір өмірге келді. Соның өзінің барлығы жай емес. Одан кейін менің бүкіл жаңағы ішкі күйзелістерім, тұрмысқа шығуым, ішкі қиналыстарым, әкемді кешіре алмауым, осының барлығы белгілі бір арнаға менің қатты депрессияға ұшырауыма, өмірден ешқандай мағына жоғалтып алуыма, өмір маған қызықсыз болып қалуыма, өзімнің өмірімді ұнатпауыма алып келді. Сол ойлардың жетегінде адам бір шешімге келеді. Сондай шешімнің арқасында мен уже оянуды, осы тақырыпты іздеуді, яғни бұл өмірді осы қалпында қабылдамай жаңа өмірді іздеуге талпыныстар жасай бастадым. Әр адам осы кризис, шоктан өтіп есейеді. Бірақ та сіз тек қана өзіңізді өзгертпей, қаншама халықты трансформацияға итермелеп жатырсыз. Қаншама әйелдерге мотивация болып жатсыз. Осы жолды қашан таңдадыңыз? Өмірде ешнәрсе кездейсоқ емес та. Мен бір атып тұрып, ой, бүгіннен бастап мен әйелдерді оятам, мен әйелдердің көкірек көзін ашам деген оймен келген жоқпын. Мен бұл жерге, бұл жалпы әйелдерді оятуға ақшасыздықтан келдім. И менің өмірімде журналист болдым, содан кейін бизнестер ашып көрдім. Сол бизнестерім ешқайсы болған жоқ. Журналистикада да маған бір есіктер жабылып қалған кезде, қиындық кезінде, осындай ешқандай каналмен жұмысқа алмаған кезде. И менің предприимчивый мозгым айтты: қазір мынау заманда психологиялық дүниелерді оқысаң, если осыны сен халыққа үйрете бастасаң, онда осы жерден ақша табуға болады деген осындай бір ішімде, түйсігімде, бәлкім өзім білместікпен солай қарай итеру керек болған шығар, сондай ой келді. Содан кейін ойладым, почему бы нет? Өзімнің тіл байлығым бар, харизмам бар, білімім бар, неліктен көрмеске дедім да. 2018 жылы мен сол нәрсені көрмек болып, алдымен Москваға Садгурудың сабағына бардым. Одан кейін тағы да бір-екі курстарды алып көрдім да, бірақ мен өте өжет адаммын ғой, смелый. Сол үшін қорықпай, аса ештеңке білмесем де, бір-екі дүниеммен ақ мотивация берем деген оймен, мен август айында, даже датасын помню, 9 август күні мен курс сатамын деп сторисқа салып қойдым. Содан курс сатамын деп салып қойған кезде, ол кезде мен 14 мың теңгеден саттым, бір шамамен есімде жоқ, 3 миллион 600 мың теңге таптым да. Содан кейін мен көзім оты жарқ ете қалды да, ойладым, мына жерде, осы жерде ақша бар екен, мен осы дүниені істеп көрейін, осы дүниенің шыңына жетейін, одан кейін мен түптің түбінде бұл дүниені менікі болмай басқа бір жаққа қарай ауысармын деген оймен қалай кіріп кеткенімді бұл играға, қалай оның түбіне қарай қалай өтіп кеткенімді, бұл менің өзімнің өмір бақи іздеген миссиям екенін содан кейін барып түсіндім. Яғни бастапқыда мен шынайы түрде айтатын болсам, просто бала шағамды асырау үшін, қиындықтан шығу үшін келдім, бірақ неғұрлым осы играның ішіне кірген сайын, неғұрлым осы миссиямды ашыла бастады. Маған бұл дүние мені одан әрі айқындай бастады. Әрбір әйелдің көзінен жанған отты көргенде, әрбір әйелдің өзін тапқанын көргенде менің жаным рахаттанды. Содан кейін барып мен ісімді сүю, оны халыққа қызмет ету деген ойлар кейін келді. Маған бастапқыда чисто
өзімнің пайдамды ойлап келдім. Пирамида Маслоу бойынша біз алғашқы 2 сферамызды толықтай жаппағанша ешқандай духовность туралы, рухани туралы, адамдарға бірдеме бөлісу туралы ойлай да алмаймыз. Сен оянушы адамсың. Түбінде шынар сен қазіргі болып жатқан дүниелерің, қазіргі ізденістерің бекер емес та, сенің душаң хочет, рух оянғысы келеді. Ана матрицаны сенің миың емес, ойың емес, рухың шыққысы келіп жатыр. Сіздің жақында шыққан интервьюіңізді көрдім. Сол жерде өзіңіз айтқан екенсіз, іште менде бір үлкен кеңестік болды, дыра болды деп. Иә. Осы махаббат жағынан мен күйеуіме де түнде оятып алып, мені жақсы көрем деп айтшы деп айтатынмын деп. Содан кейін осы махаббатты толтыру үшін сырттан да іздедім деп. Бүгінгі таңда осы сезіммен қаншама көп қыздар, ер балдар да өмір сүріп жатыр. Енді біздің поколениямыз, яғни миллениалдар, әке шешесі андай функциональный әкеше болғандықтан, қарны тоқ, үстінде киімі бар, сабағын оқып жүр, ауырып қалса дәрісін берем дегендей, соған барынша көңілін бөліп, біздің ішкі эмоциональный состояниямызға мен сенің балам көріп тұрмын, мен сені жақсы көремін деп, сол жаққа аздау бір көңіл бөлген еді. Сол себептен түгел поколение кіммен сөйлеспесен де мені бала кезімде жақсы көрмеді деп айтады. Осы дыраны қалай толтырамыз? Ол дыраны толтыру үшін әркім әртүрлі жолдарға өтеді. Бірінші жаңағы елдің танымалдылықтан алғысы келеді, біреу сырттан извне іздейді дыраны толтырудың жолдарын. Одан кейін күйеуінің махаббатынан алғысы келеді, одан кейін ақшадан алғысы келеді, біреу атақтан алғысы келеді. Ол дыра толмайды онымен. Ол дыра сен қаншалықты өзіңді сырттан алғың келген сайын, ол дыра жек қояды, тағы да тамақ бер дейді. Саған бұрынғы атағың аз болып көрінеді. Ақшаң қанша тапсаң да аз болып көрінеді. Сені күйеуің сүйсе де ол саған сүймейтін сияқты болып көрінеді. Ол дыраны жабудың бір-ақ жолы бар. Ол өзіңе өзің мына сырттан іздемей, көңілді былай тұрған жеріңнен былай бұрасың да өзіңе махаббат бере бастайсың. Ешкім бермеген махаббатты, әкең бермеген махаббатты, бәлкім шешең бермеген махаббатты полностью беріп, өз-өзіңді исцеляешь, жазасың. Сізбен 100% келсем, бірақ мынандай сұрақ барлығы өстіп айтады, я өзіне өзің махаббатты бер дейді. Оны қалай жасау керек? Оны беру үшін, бірінші махаббатты беру үшін, мысалға, кеше ғана мен ана жолда келе жатқан кезде Тараздан, Чимкенттен неге келдім да, Алматыға шейін машинамен келгенде, мен жолда Ошоны тыңдап келдім. Сол кезде Будданың керемет сөзі бар да, сначала люби, потом наблюдай деген. Осы сөзде бүкіл құпия жасырылған. Яғни, о махаббатты қалай бересің? Сначала люби деген. Біз өзімізге қазір внимание аударған сайын, біз өзіміздің каждый изъянымызды көрген сайын, біз жақсы көрудің орнына, керісінше біздің ішімізде прокурор, бір строгий родитель оянуда. Күндіз түні бізге ұрса бастайды. Яғни, сен ерте тұрмадың, сен жұмыс істемейсің, сен елден қалып кеттің, сен жалқаусың, сен оңбағансың деп, адамдар сен ақша таппайсың деп өз-өздерін сен арықтамайсың, либо басқасың, әйтеуір біреулермен салыстырып өз-өзін ұруда, иә? Сондықтан ол жақсы көру деген сөз өзіңнен идеальності іздемеу. Біріншіден өзіңді көресің, иә, өзіңе көңіл аударған кезде, ана Гурджиев деген Россияда керемет мистик адам болған, соның сөзі бар. Егер сен өзіңді өзің көрген кезде дейді, сенің жүрегің айнып кетпесе, онда сен өзіңді көрген жоқсың деген. Яғни сен өзіңді көрген кезде, біз бәріміз ойлаймыз ғой, мен елдің бәрі ренжіткен, я пушистая, я хорошая деп ойлап жүрдік қой. Біз мысалға, елдің мені анау ешкім жақсы көрген жоқ, бәрі ренжітті деп. Когда сен өзіңе көңіл аударған кезде, что сен никакая не пушистая, что сенің ішіңде тола жаңағы иттік те бар екенін, сенің ішіңде тола қызғаныш та бар екенін, сенің ішіңде тола елдерге өкпе ренжіштен тұратыныңды бәрін ашық көру керек. Сол кезде өзіңнен идеальность іздемей қабылдау, өзіңнің ішіңдегі дауыстар саған ұрса беретін дауысқа айналмау. Сенің ішіңдегі дауыс сені қорғайтын, саған қажет кезінде қолдау білдіретін, сенімен бірге өсетін, давай былай істейміз деген дауысқа айналдыру үшін үлкен еңбектен өтуге тура келеді. Кәдімгідей каждый моменттерде сен өзіңді қайтадан сол дауыстар арқылы тәрбиелеуіңе тура келеді. Енді қара,
мысалға мен өзімді алғаш көрген кезде нені көрдім? Мысалға мен өзімді ойладым, бір керемет, мен бір ақылды әйелім. Бірінші көрген кезде мен өзімді елдің бәрін қызғанып жүрген, өзінің жаңағы елдің бәрінен қалып кеттім деп, елдің бәрімен салыстыратын, өз-өзін жек көретін, елдің успехын көре алмайтын әйелді көрдім. Ең бірінші көрген кезде. И настолько мен ашарашын, ол көрген кезде жай просто көру емес, кәдімгідей өзіңді бүйтіп нагло былай қараған кезде я была в шоке, насколько мен сондай әйелмін. Оказывается, мен күндіз түні елдерді... Бірақ та оны сыртқа көрсетпейсіз. Дұрыс па? Оны бүкіл Инстаграмда айтып тастағам. Бірақ оны мысалға қараған кезде я принимаю. Это часть моей пути, который я прошла. Я должна была это принять. Когда мен көрген кезде, я теперь должна исцелить себя. Мен көргенде, мысалға, елдің бәрін азаннан кешке шейін қызғанам, мен қалып кеткен сияқтымын, бәрі озып баратқан сияқты, бәрі күшті ақшаны тауып қойған сияқты, Алла тағала мен жақсы көрмейтін сияқты, мен тоқалдан туған сияқты, маған бермей жатқан сияқты, мен бір бейшара сияқты. Сондай әйелді көрген кезде түсіндім, чем мне надо теперь работать. Теперь эту часть мен каждый бөпесін жазған сияқты Жамботам, Бог тебя любит, қызғанатын ештеңке жоқ деген нәрсені өту үшін мне годы нужны были. Екінші рет көрген кезде... Осы жерде сізді бір тоқтатып жіберейінші, расымен де толықтай өзіңді өзгерту үшін өзіңді көру керек. Өзіңді көру керек және де оған жеткілікті уақыт беру керек. Көп адамдар тез результат қалайды да, мен мынандай курсқа бардым, мынандай подкаст тыңдадым деген сияқты. Ол тек қана ой, өзгеріс осы бір тамшыдан, бір қадамнан басталып, түбінде бірнеше жыл өтуі мүмкін. Екінші рет көрген кезде 3 баласы үшін қайта-қайта балаларым аш болып қалама, ертең олардың оқуын таппай қалам ба, енді олардың оқуын төлемей қалсам не істеймін, олардың, өмірлерін жеткілікті өткізем ба деген ажырасқан, дал-дал шығып кеткен әйелді көрдім. Өзін тастап жүрген, өзінің әйелдік жағын ұмытқан, тек қана балалар үшін құрбандыққа барған, тек қана өмірінің мәніне балаларын айналдырған, соларға ақша тапсам болды деп жан таласқан екінші әйелді көрдім. Сол моментте тоқтап стресске түсе беремін. Күндіз түні 3-ші көрген кезде. Содан кейін сол моментте өзімнің женский частімді, мама частім работает, женский частім пластом жерде жатыр. Соны көтеріп, өзімнің женщина екенімді еске алып, я должна была исцелить себя, чтобы мен расслабленно, спокойно өмір сүру үшін өзімнің женский частіммен қауышуым керек екенін ұқтым. Одан кейін тағы бір көрген кезде анандай әйелді көрдім. Бәрі уже кішкене ақша түсе бастаған, бірақ бәрі аз. Неге маған бермей жатсың? Қанағатсыздықтан шүкіршілік айтпай, тек қана аз, неге болмай жатыр, әртүрлі кезеңдерде. Одан кейін тағы бір көрген кезде, мысалға, ақша болмай қалама деп үнемі стрессовать ететін әйелді көрдім. Все время азаннан кешке шейін ақшаны ойлап жүремін. 24 сағат кәсіп түспей қалса қайтем, одан кейін не істесе қайтем, ананы істеп көрсем бола ма, ешқандай өмір жоқ. Өмірінің бәрі тек қана ақшаны ойлаудан, соны қалай табам деуден, соны қорқудан, уайымдаудан тұратын әйелдерді көрдім. Каждый көрген сайын, годыларды беріп, оны исцелять етуге уақыт келді. Содан кейін барып, бұл өмірде қызғанатында ештеңке жоқ екенін, таласатында ештеңке жоқ екенін, барлығы изобилияда екенін түсіну үшін мне нужны были кәдімгідей ұзақ уақыт керек болды. Оны ауызбен сен түсіне алмайсың, оны тәніңмен түсінесің, что ты по праву рождения саған барлығы толып тұр өмірде. Просто позволь и бери. Лайықтымын деді, ала бер. Бірақ ол түсінік үшін столько жылдар и еңбектер кетті. Расымен де өте ұзақ және де қиын жол деп айтсам болады. Увлекательный жол. Увлекательный. Бірақ түбінде сіз бостандық және еркіндік, осы өмірге деген үлкен махаббатты көре аласыз. Сіз айттыңыз былай, мен өзімді бір көргенде осындай болдым, екінші көргенде осындай болдым, үшінші көргенде осындай болдым деп. Өзіңді сырттай көру деген навыкқа қалай келдіңіз? Біз міне, яғни стресстағы әйел, ол тек қана осы сезімді ғана сезініп атады. Бірдеңе болып жатыр, бірдеңе алаңдап жатыр, қорқып жатыр. Бұл ситуациядан, бұл сезімнен сыртқа шығып, өзіне сырттай қарау, ол да бір навык, оған да үйрену керек. Осыған қалай келдіңіз? Және осыны үйрену үшін не істей аламыз? Қазір мысалға сен, например, Шынар, айта берейін ба саған? Ренжіп қалмайсың ба ютубта? Сен қазір мысалға маған қарап отырған кезде көздеріңнен сен келесі сұрақты ойлап отырсың.
Өйткені қазір сен мынаны сұрасам бола ма, мынаны сұрасам ба, сен миларың сонымен не қылып жатыр, занимается. И оны сенің көздерінен бүйтіп қаққанынан білінеді. Сен өйткені дұрыс қой, енді журналист ретінде қазір маған сұрайтын сұрақты ойлап отырсың. Ал қазір енді мына өзіңді табу деген сөз, сен мида отырсың. Бар ойың қазір мидың ішінде, ана сөзді жіберіп алмайын бір нәрсе деп, каждый менің сөздеріме мән беріп отырсың. Ол жаман да емес, жақсы да емес. Қазір сен өзіңнің фокусыңды, вниманиеңді жүрегіңе жіберші, и дыханиең мен жүрегіңе кіріп тұрғанын байқа. Сен дыханиең жүрекке кіреді және сыртқа шығады. Фокусыңды сен ұстадың да, бастан алып ұстадың да, жүрекке алып келдің. Міне уже бар, чуть-чуть. Қазір жүрекке міне, дыханиең ішіңде. Жүрегіңе кіреді. Қандай сезімдер көтеріліп жатыр? Қашпа, любой сезімде бол. Просто дыханиең жүрекке кіреді, шығады. Байқадың ба, тишина келіп жатқанын? Мозг остановился. Потому что бұған дейін сенің мозгың, қазір ана сұрақ бола ма, ана бола ма, мен қалай көрінемін бәрі. Мына бастан, мына жүрекке жету үшін учительдер айтады, духовный учительдер айтады. Бірнеше реинкарнация болады дейді. Мен бастан жүрекке түскен адаммын. Отличием сол ғана өзгелерден. Енді осыны нақты қадамдармен айтсақ, біздің көрермендерге ең біріншісі дыханиямен біз ойымызды жүрекке жіберу керекпіз, дұрыс па? Ең бірінші адам не қылу үшін, ояну үшін жалпы любой адам өзімен өзі қалатын өмірінде уақыт болу керек. Потому что шум других людей мешает тебе найти себя. Бізді қоғам, әртүрлі нәрсе алып кете береді. Мысалға, даже біз мен Алматыға келгенде, Алматының энергетикасы қандай айтайын ба, дәл қазіргі энергетикасы. И то более-менее болып қойған. Мысалға, бұрынғы энергетикасы. Қалып кеттің, ақша жасау керек, жасап алу керек. И ты бессознательно солай қарай, сол матрицаға, играға қалай кіріп кеткеніңді салыстыру, біреу озып жатыр екен, біреу күшті жатыр екен, соған қарай қалай кіріп кеткенді, сол играның ортасында қалай ойнап жүргенді білмей қаласың да, ты теряешь связь с собой. Ты себя потеряла, өзіңді не чувствуешь, сен ана матрицаның ішінде қойыртпақ болып қайнап жатсың. Сол үшін әрбір адам күнінде кем дегенде 2-3 сағат өзімен өзі қалу керек. Ешқандай, ошоның сөзі бар, шум других дейді. Сенің өзіңді адастырады дейді. Шум других. Біреу саған кеп, біреу айтады, анау күшті болып отыр, қазір сен соған кетіп қаласың. Мынау күшті болып отыр, талай рет солай адасып кеткен менде. Сол үшін жалғыз қалғанда сенің ішіңдегі душаң никогда адаспайды. Ол саған не керек екен, никогда адаспайды. Сен когда өзгелер адастырады, қоғамдағы әртүрлі матрицалар, маятниктер, кімнің сөзімен айтқанда, трансерфинг реальность дейін, солар адастырады. Когда ты находишь свою душу, он как компас саған қайда бару керек екен, қай жерде сенің изобилиең бар екен, бәрін көрсете бастайды. Ол үшін адам жалғыз қалу керек. Жалғыз қалған кезде өзіңнің вниманиеңді, фокусыңды өзіңе оралтып отыру керек. Басында сен оялып кетіп барады, жалғыз кетіп барған. Елдер ойлайды, жалғыз қалу деген ойдың ішіне бату деп. Ешқандай бату емес. Сен дыханиеңмен өзіңнің ойыңнан возвращаешь себе. Бәлкім басында аяқтың астында. Мен бүкіл курстарымда сначала аяқтың астына үйреттім. Сначала бұл әліппесі, өзіңді оянудың әліппесі. Фокусыңды аяқтың астына жібердің. Міне, уже у тебя мозги не мозги, а у тебя мысли остановились. Когда ты фокус аяқтың астына жібергенде, автомат түрде мынау сөйлеп жатқан деп қажетсіз анализ, қажетсіз сөз, қорқыту, үркіту сені, ол тоқтайды. Тоқтайды, хозяин келді. Хозяин это внимание наш. Сен аяғың астына қоясың. Осыны қойып жүре бастағаннан кейін, біраз уақыттан кейін сен байқайсың, что сенің фокусың бұрынғыдай шашыраңқы емес. Ты здесь и сейчас бола бастадың. Одан кейін жүрекке қоясың мені. Даже қазір мені жүрегіңе қой да фокусыңды. Сосын жан-жағыңа қара. Опа, кітаптар тұр, Аиша отыр, Моля отыр. И все, ты возвращаешься в себя. И тогда ты истинность саған келе бастайды. Ты не через мозги принимаешь решение, ты через свою душу принимаешь решение. Сен жүрекпен өмір сүре бастайсың. Сен ана мозгидағы қазір, ойбай мен мозгиіме түссем, не айтады білесің бе? Мен мозгиімді нездоровый мозги болды, ол қазір мысалға түссем, бұл айтуы мүмкін. Если мен қазір мозгиімде вообще билік жоқ. Ол айтуы мүмкін. Ай, қалай сөйлеп тұрсың? Қазір ана жақта камера не ойлайды? Ай, бір нәрсе қазір ана жақта деп мені былай крючок қалады да, дірілдете бастайды. Я не даю мозгиға. Я живу сердцем. Поэтому не істеймін? Дыхание, мені қазірдің өзінде. Сен уже қосылып жатсың. Дыханиені мені внутренний взор дейді.
Сенің ішкі әлеміңе өзіңе қараған кезде ішіңде жарық түсті. Сен жарық түскен кезде ғана көресің, что там происходит. Сен уже өзіңнің ішіңе қарай бастадың. Өте әдемі жеткіздіңіз. Біз өзімізге қараймыз, иә? Өзімізбен уақыт табамыз. Оңаша уақыт Иә, табамыз. оңаша уақыт. Бірақ осы оңаша уақыт кәдімгі күнделікті өмірдегі 2-3 сағат па? Оның алдында сіз шок, стресс деп айтқан едіңіз. Сондай ситуациядағы өзіңмен қалған уақыт па? Жоқ, егер сен өмірде өзің оянуға қазір келмесең, жамбота ар жақта отырған, сені либо через шок, либо через стресс түбінде алып келеді. Одан дағы келісіммен өзің ояну духовность жағына қарай өткенің абзал. Онда сені ешқандай ол үшін құн төлемейсің. Енді менде мысалға бастапқыда өзіммен оңаша қалған кезде ғана тұрды вниманием, ал мен қазірдің өзінде де сразу адамдармен отырған кезде внимание қашып кетеді, потому что мозгқа түсіп кетеді. Ал оның бәріне тренировать ету керек. Көптеген адамдар сіздің курстарыңызды өтті. Қаншама әйелдердің өмірін өзгерттіңіз. Жалпы әйелдер сізге қандай сұрақтармен, қандай проблемалармен келеді? Мен бар ғой өмірде, шынар бар ғой, қазақтың әйеліндей ғажап әйелді көрген жоқпын. Мен қазақтың әйелдерімен жұмыс істеу арқылы осы жылдардың ішінде әйелдерге деген құрметім мен махаббатым қатты өсті. Қазақтың әйелдері настолько өмірдің қиындығы, баласы ауырады біреуінің күйеуі сүймейді, біреуінің күйеуі наркоман, біреуінікі алкаш, қарызға кіріп кеткен, күйеуінен таяқ жейді, сонда да сол әйелдердің өзгерем деген үміттерінің сөнбегеніне, сонда да сол әйелдердің ішкі талпынысына, кәдімгідей сонша қиындықты сүйретіп жүрсе де, жандарым іштеріндегі махаббатты өлтірмегендеріне мен каждый ретритте жылап қалам. Каждый ретритте мен ол әйелдерге кәдімгідей қазақтың әйелі деген рухқа басымды прям жерге салып тұрып иемін да. Осы жерде айтқым келеді, каждый просто қазақтың әйеліне келетін әртүрлі тақырып болғанмен, мысалға күйеуі сүймейді, тастап кеткен, алимент төлемейді, балаларын өсіріп жатыр, күйеуі ұрған, кішкентай кезінде жақында ғана келді, әкесі изнасиловать еткен, кішкентай кезінде ағасы изнасиловать еткен оқиғалар, болмаса баласы қайтыс болып кеткен жігіт кезінде, қаншама сан алуан тағдырлар келеді да менің алдыма. И каждыйын көрген кезде просто олардың айтылатын дүниелері әртүрлі болғанымен шығатын жол біреу-ақ та. Ол өзіңнің өміріңді полностью қабылдау, өткен шағыңды, оны отпустить, қалай болғанда да, өзіңе деген шексіз махаббатты табу. Әр әйел өзін сүймейінше, өзін бағаламайынша, өзін толық жақсы көрмейінше, әйел өмірінің басқа сферасын өзгерте алмайды. Мен оны толық көзім жетті. Әйел ақша тапқысы келсе де өзін жақсы көру керек, күйеуі сүю үшін де өзін жақсы көру керек, балалармен қарым-қатынас дұрыс ұсталу үшін де өзін жақсы көру керек. Өзін жақсы көру деген сөз, ол өзіңе полностью киімдерді әпере беру емес, либо мен затты әпере беру емес, өзіңді таңдай алу, өзіңді ести алу, өзіңді қабылдай алу, өзіңмен бірге кайфовать ету, өзіңмен оңаша қала алу, өзіңнен жаңағы ешқандай целостностьқа кәдімгідей өзің толыққанды өзіңді табу болмайынша әйел сол өмірінде осындай таяқтарын жей бастайды. Мен байқағаным, мысалға, көптеген қазіргі қазақтың әйелдерінің көпшілігінен байқайтыным, өздерінің ішіндегі әйелдермен қауышпаған, өздерінің ішіндегі женщиналарын оятпаған. Мысалға, көп бізде өйткені ұят болады, біз қатты қысыммен, менталитеттік қысыммен, қоғамдағы қысымдармен өскен ұрпақпыз. Мысалға, мен кішкентай кезімде құлағыма сырға тағып барғаным үшін жиналысқа салған. Оның барлығы біздің тағдырым, жаңағы біздің өмір жолымызда травма болып қалыптасқан. Бізге біреуге ғашық болуға рұқсат етілмеген, махаббат деген жаман, ұят болады деген мен қатты қысымда өскен қыздардың ішінде олардың женственности булығып жатыр, кәдімгідей шыға алмай жатыр іштерінде. Әйел өзінің әйел болуына рұқсат бере алмай жатыр. Мықты мамалар, мықты іскер қыздар, бірақ әйелдік частары умирает. Каждый өздерін тастап жүрген. Кеше ғана мысалы мен Гуанчжоуға бардым. Гуанчжоуда мықты әйелдермен от болып тұрған өрт әйелдер, кәдімгідей ғажап әйелдер, өмірге тайсалмай қарап тұрған әйелдер, қорықпай тұрған. Қазір отқа да бала шағасы үшін Гуанчжоудың бүкіл қоңызын теру
келуге дайын, отқа да түсуге дайын, суға да түсуге дайын қазақтың қайсар аналары, келіншектері, бірақ өздерін тастап жүргенде әйел ретінде өзінің әйелдік частьімен мүлдем қауышпаған. Поэтому егер әйелге ресурс керек, әр әйелге күші жетпей жатыр уже ары қарай арбаны сүйретуге, өмірдің қиындығын сүйретуге шамасы келмей жатыр, бірақ өзін қамшылап жатыр, ұрып жатыр, шығуым керек деп жатыр. Ал әйел ол ресурсы тек өзінің женственностьнан, тек өзінің ішкі әйелдік табиғатынан ғана алады. Әйел өзінің тәнімен қауышқанда, әйел өзінің оргазмическая природа женщины дейді. Әйел өзінің табиғатын шексіз жақсы көргенде, өзіне сүйіспеншілік артқанда, ернін бояғанда, шашын тарағанда, өзіне сыйлық жасағанда, ол үшін ұрыспағанда, әйел өзіне деген бір ерекше сезімдермен өзіне оралған кезде ғана жаңа ресурс ашылады. Әйел сол кезде өз орнына келіп қонады. Сондықтан каждый әйелге жамботалар өздерін тастап жүрмеңдерші, жақсы анасыңдар сендер онсыз да, сендер со мной что-то не так деп ойлайды бүкіл қазақтың әйелі. Сендер онсыз да ғажап әйелсіңдер, просто өзіңнің ішіндегі әйелдік частьіңді өлген жерінен бір ұста да тірілт та сонымен қауышшы, найди себя женщину деп айтқым келеді. Осындай сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз интервьюдің басында мен женственностьімді тауып сонымен қосылдым деп айттыңыз. Менің темный сторонам мен светлый сторонам қосылып жатыр деп бірнеше рет айттыңыз. Және де сіз үшін темный сторонаңызбен қауышу қалай болды? Каждый әйел жалпы бәрбір қазіргі мынау желілердегі женственность жайлы информацияларды оқиды да, әйел ойлайды, мен женственный болу үшін, яғни мен өзімнің әйелдік табиғатыммен қауышу үшін, онда мен нәзік болуым керек деген пікірге келеді. Яғни нәзік болу деген сөз, көп әйел өзінің мықтылығынан арылу керек деп есептейді. Яғни мен мықты болмауым керек, нәзік дауыспен еркектерден көмек сұрап солай өмір сүрсем, ол мен әйелдік частьімен қауыштым. Маған көмек жетпейді, анау-мынау деген бір жаңағы қазіргі курстар көптеген осы женская любовьқа үйрететін курстардың көпшілігінен байқағаным, как будто бір әйелдің искренностінен, әйелдің настоящесінен арылтқызып, бір басқа бір масканы саған придумывает. Сен, ай, мен отырайын деп отырмын, маған не жетпей қалды деген, или болмаса орындыққа отырамай қалдым, ақырын сұрап, күйеуіңнен подарка алу үшін мынандай қылықтарды жасай бастасаң, сен одан подарка суырасың деген сияқты нәрселерге үйретілді. Мен ондай нәрсені үйретпеймін. Мен әйелдің жалпы өз күшінен, мықтылығынан отказ беруге үйретпеймін. Сенің мықтылығың кез келген қазақтың әйелінің ішінде қайсар рух жатыр да. Қайсар. Сол рухты қорықпай шығаруға үйретем. Это есть настоящий әйел болғандығың, сенің бүкіл сексуальнысың, бүкіл сенің күшіңде тұр, сенің бүкіл агрессияңда тұр, сенің бүкіл гневыңда тұр. Осы күшті қорықпай шығаруға үйретем. Тогда ты настоящая. Мен еркекке ұнау үшін өзіңе сатқындық жасауға ешқашанда үйретпеймін. Осы сөзді прям қайталап айтқым келеді. Өзіңді предавать етуге. Өйткені сен менің со мной что-то не так, мен ана курстарға барайын да еркекке ұнау үшін басқа адамға айналсам, бәлкім мені еркектер жақсы көреді деген дүниеге ешқашанда үйретпеймін. Мен өзі болуға үйретем. С тобой все в порядке дегенді үйретем. Яғни өзіңнің ішіңдегі өзегіңді қорықпай сыртқа шығаруға үйретем. Ол үшін қандай? Мен үшін настоящая сексуальная әйел деген сөз өзінің мықтылығын да, әлсіздігін де қабылдаған әйел. Мысалға, мен көрініп тұр, что я очень мықты әйел екенім, что во мне прет сексуальность, да? И в то же время екінші частынан менде өте қатты нәзік жандымын, жүрегім нәзік. Любой киноны көріп жылап қалуым мүмкін, адамдарға көмектескім келетін, жүрегім музыканы жақсы көретін. Сонда мен нәзіктігім мен мықтылығымның ешқайсына отказ берген жоқпын. Менің жаным өте қылдай нәзік адаммын. Кез келген музыканы болсын, яғни екеуі де менде орын бар, екеуіне де мысалға любить ете алатын, шын сүйе алатын адаммын да. Осы екеуінде қатар қойғам. Мысалға екінші часть, например, әйелдің құштарлығы. Қандай? Мысалға женщина хочет сексуальных отношений близких с мужем. Бірақ әйелдердің көпшілігі осы құштарлығын ашық түрде айтуға, күйеуімен сөйлесуге ол туралы, өзінің тәнінің қалауын жасауға қысылады и ойлайды, мен со мной что-то не так, мен неге осылай жаңағы сексуальный өмірден өліп бара жатқан сияқтымын, либо ол ұят болады деген сияқты өзінің тәнінің қалауынан, табиғатынан қысылады. Сол кезде бір ретритқа келді, бір әйел, жасы 50-ден асқан әйел, сосын
не қалайсыз деген кезде ол әйел айтты, күйеуіммен күшті сексуальный қарым-қатынас қалаймын деді. Екеуміздің төсекте жаңағы бір-бірімізбен қауышқанымызды, тәніміздің біріккенін қалаймын деді. Керемет қалау, бірақ соның өзін ол әйел ақ тер көк тер болып пока аузынан шығарғанша 2 сағат уақытымыз өтті. Енді оны қаладың, жарайды. Сосын мен ол әйелге айттым, 50-ден асқан әйелді, өмірінің бәрін отбасыға арнаған, ене баққан әйел, сен секс хочу деген сөзді айтшы маған, қысылмай дедім да. Что ты хочешь секса? Да, я хочу секса деген сөзді қысылмай айтшы десем, мына жерде комок тұрып қалған. 3 сағат уақытымыз кетті. Анау әйелді айтқыза алмаймыз ғой. Просто, да, я хочу секса. Это твои желания. Әйел өзінің желаниесінен қысылмау керек. Да, я хочу денег. Да, я хочу выглядеть красиво. Любой желаниесінен. Да, я хочу нравиться мужчинам. Это есть первое. Сенің ішіндегі откликтерге қысылмай оны. Да, я хочу, чтобы мой муж любил меня. Да, я хочу, чтобы у нас были тесные сексуальные отношения деген. Соны айт десем, жаңағы әйел ах тер, как будто маленькая девочка. Мысалға, уже әйелдердің көпшілігі әлі кішкентай қыз сияқты, жасы 50-ге келген, 60-қа келген, ведут себя как маленький, потому что өздерінің желанияларын спокойно, смело айта алмайды. Өйткені әйелдің даже іші де, мысалға, настоящая женщина мен өспей қалған кішкентай қыздың айырмашылығын даже отырысынан біледі. Настоящая женщина всегда расслаблена. Она позволяет себе быть в этой вообще өмірде болуға рұқсат береді. Настоящая женщина өз ойларын қысылмай айтады. Егер оған бір нәрсе ұнамай қалса, ашық түрде айтады. Жанбота маған ұнамай қалды. Өзінің желаниелерін айта алады. Ол өзіне ешқандай біреу үшін өзіне не жасамайды, қастандық, либо сатқындық жасамайды. Өзіне ұнайтын адамдармен кездесе алады. Өзіне ұнайтын тамақты жейді. Өзіне ұнайтын киімді киеді. Может себе позволить быть самим собой. И менің түсіндірген нәрсем осы сексуальность, осы истинный женщинамен қауышу. Бірақ маған Инстаграмда әлі ол деңгейге жетпеген кейбір оқырмандарым, сізге қайдағы сексуальность, сіз женственно емес, қайдағы, я очень женственно, во мне много женственностей, я очень сексуальна. Мен өзім табиғатыммен өте қауышқан адаммын. Я считаю, что я шикарная женщина. И каждая әйел соған жетсін деп ойлаймын. Энергетикаңыз өте мықты, осыншалықты еркіндікті өзіне беру деген де ол да бір үлкен батырлық қой. Әр әйелдің женственностьтің түбінде өз-өзін қабылдау, өз-өзін көру, қандай бар, сондай шынайылығын қабылдау деп айтып жатырсыз. Қазіргі таңда 21 ғасырда көбінесе личность эгоға больше өтіп жатырмыз. Әр адам өзің ойлайды, әр адам қоғамды емес, именно менің өмірім, менің қалауым, менің талпынысым деп келе жатыр да, соған біз келе жатырмыз. Осы өзгерістер ертеңге қандай бір әсер бере алады? Мынандай да, Шынар, қара, өзін жақсы көрмеген адам ешқашанда өзгелерді жақсы көре алмайды. Даже самолетта ұшқан кезде де сначала себе, потом другим дейді. Яғни сен бірінші өзіңе любовь беру кезеңі өтуде. И бұл кезеңде мәңгілік емес. Өйткені әркім, біз өзгелер үшін өмір сүрдік, өзгелердің пікірі біз үшін маңызды болды. Өзіміздің даже үйіміздегі люстрамызды да өзгелерге ұнайма деп алдық. Көршіге күшті болып көрінеме, ыдыс аяғымызды солай алдық. Қонақты да өзгеге мақтану үшін шақырдық. И қазір адамдар өздеріне махаббат бөлетін уақытта адам когда наполнится өзіне деген махаббатпен, сол кезде ғана адам өзгелерге бере бастайды. Ағаштың тамырына жақсылап су құйса ғана ағаш жемісін беретін уақытта. Сондықтан бұл кезең қазір өтуде, бұл кезең де жабылады, одан кейін өзгелерге беру кезең келеді деп есептеймін, менің жорамалым бойынша. Бірақ өзіңе беру деген сөз, өзіңді таңдау деген сөз, яғни өзгенің де кеңістігі бар екен ұмыт кетпеу. Ол жерде бір көзге көрінбейтін тонкая грань бар. Мен өзімді таңдаймын деп жұрттың бәрін басынан таптап өту, мен өзімді таңдаймын, сендер оңбағансыңдар деу, мен өзімді таңдаймын деп эгоны служить ету емес, мен өзімді таңдаймын, бірақ сенің де өзіңді таңдауыңа рұқсат беремін деген здравость бұл жерде. Бұл екеуі мүлдем екі кереғар ұғым. Мен өзім таңдаймын, сен өліп қал деген түсінік емес ол жерде. Мен мысалға сенің өзіңді таңдауың, ол сенің сорың болмау керек. Мен өзім таңдаймын деп таудың басына шығып кетіп Тибеттің басында үңгірде өмір сүру емес. Сен өмірде
өзге де адамдар бар екенін ұмытпау. Яғни сенің ғана шындығың емес, өзгенің де шындығы бар екенін ұмытпау. Сенің ғана жаның шырқырайды емес, өзгенің де жаны шырқырайтынын ұмытпай. Ол үшін әйел өзінің табиғатымен, ішіндегі жаңа жатырындағы өзінің истинный, божественный разумымен қауышқан кезде, сол разум даналықта, ол мына мозгтан әлде қайда ақылды, ол әлде қайда мықты. Өзінің рухымен қауышқан кезде, әйел ішіндегі шын айы болмысымен қауышқан кезде, ол мүлдем басқа. Ол жерде әйелді даналық та, сексуальность та, еркекті құрметтеу де, бағалау да барлығы тұрады. Ал қазіргі ана мозгта өмір сүретіндер, ол мен өзім таңдаймын, еркектердің бәрі оңбаған, олардың бәрін бытшын шығару керек, еркектердің бәрін аямау керек деген үрдіске мен түбегейлі қарсы адаммын. Даже мен мысалға әйелдерге курсымда еркектердің күшінің әлсіреп бара жатқанын я же чувствую уже, бәрібір әйел ретінде. Сондықтан ол күшті біз оятуымыз үшін 20 рет еркектерге поклон жасатамыз. Еркектің күшіне кәдімгідей отырып, әйел королева, она прекрасна, и в то же время она признает мужскую силу. Я королева, еркектің бәрі ез деген түсінік емес, бұл мүлдем басқа түсінік. Яғни еркектердің бүкіл силасына я признаю и принимаю эту силу деген кезде әйел өзінің табиғатымен қауыша отырып, еркектің мықтылығын мойындау, ол мүлдем басқа. А когда әйел эгомен, мен өзімді қабылдаймын, еркектердің бәрі оңбаған, кетсін әрі, еркектерді көргім келмейді, олардың бәрін жек көрем деген, ол ондай жол емес мен ұсынатын. 100% келісемін. Осындай комментарий айтқаныңызға өте қуаныштымын. Негізінде көп адамдар қазір психологияда мен өзім деп жүріп қаламын, мен ертең эгом тым жоғарға кетіп қалады, басқа адамдармен мен қауыша алмай қаламын деп айтады. Бірақ та сен целостный болсаң, мен целостный болсам, біз бірге более здоровый, более дұрыс отношения, саналы қарым-қатынас құра аламыз. Сол себептен әрине курстарға барып, өз-өзін дамыту ол ең дұрыс жолдардың бірі. Тем более біздің осы поколениямыздың басты миссиясы эмоциональный интеллектті прокачивать ету. Біздің әке-шеміздің басты миссиясы бала шағасын асырау, жеткізу болса, біздің миссиямыз уже ой жағын өзгерту және де осы эмоционалды интеллектті даму. Сол себептен де қазір барлығы айтады, міне біздің әке-шеміз нормально тұрды ғой, психологиясыз деп. Неге біз қазір барлығымыз сол жаққа кетіп жатырмыз деп. Сіздің пікіріңіз осы жайлы? Біздің әке-шешеміздің кезінде ондай кезең болған жоқ. Бізде қазір таңдау жоқ. Біз осы играға уже кіріп тұрмыз. Бүкіл әлемдік матрица адамдарды оятуға алып келді. Біздің әке-шешеміздің кезінде олар белгілі бір түсініктің аясында ғана өмір сүрді да, шексіздікпен ешқандай қауышпады. Оларда мұндай түсініктер, мұндай бүкіл әлемді алған ояну, психология болған жоқ. Қазір ақпараттардың легі ақтарылды. Бұрын құпия болып келген, тек қана белгілі бір жоғарыдағы адамдар ғана білетін ақпарат бүкіл халыққа кәдімгідей легімен, шелек-шелегімен былайша айтқанда қотарылып төгілуде. Осы кезеңде сен қаласаң да, қаламасаң да осы ойындасың, осы матрицадасың, сенің оянуыңа тура келеді деп есептеймін. Өзіңіз айтқандай, бізді қазақтың қыздарын ұят, қысқа киюге болмайды, бүйтіп сөйлеуге болмайды, тіпті секс деген сөзді де айтуға болмайды деп тәрбиеленген. Сізге қарасам, толықтай антагонисті соған. Осы бостандықпен өзін еркін сезінуге қалай келдіңіз? Жалпы ұят деген ұғымды алайық. Бізде ұят деген ұғым, жалпы ұят керек нәрсе. Ешқашанда адамзат ұяттан бас тартуға болмайды. Өйткені ұят деген дүние адамда белгілі бір мөлшерде тартатын, ар-ожданның алдында жауап беретін дүниелерді. Егер сен оны полностью жойып тастасаң, онда сен адамдардың кәдімгідей по головам жүретін адамға айналасың. Бірақ сен үшін не ұят деген дүниені әрі қарай разбор жасап қарау керек. Өйткені ұят деген ұғымның астында сенімен осы ұғыммен жаңағы ассоциироваться ететін дүниелер не деген сұраққа жауап беру керек. Өйткені біреу үшін ұят деген нәрсе мүлдем басқа ұғым болуы мүмкін, мен үшін мысалға, сен үшін басқа ұғым болуы мүмкін, Моля үшін басқа болуы мүмкін, Аиша үшін мүлдем басқа ұғым болуы мүмкін. Мысалға, сондықтан ұғымдар сәйкес келмеген кезде адамдардың ортасында қарама қайшылық туады. Мысалға, мен үшін қысқа кию мүлдем ұят емес. Мен үшін, например, өзімнің қалауымша сексуально киіну мүлдем ұят емес. Мен үшін, например,
өзімнің қалаған ер азаматыммен кездесу, ажырасқан әйел ретінде мүлдем ұят емес. Мен үшін ойымды ашық білдіру мүлдем ұят емес. Мен үшін секс деген сөзді айту мүлдем ұят емес, иә. Яғни ол менің ұғымымдағы ұят деген дүниелердің аясында емес. Мен үшін тәніммен мысалға жаңағы сексуальный қарым-қатынас кезінде ашыла алу мүлдем ұят емес. Мен үшін ойымды ашық айту мүлдем ұят емес, та. Мен үшін ұят не? Біреудің мысалға ала жібін аттау ұят болып табылады. Мен біреудің кісінің ақысын ұрлау мен үшін ұят болып табылады. Біреуде ұрлық жасау мен үшін ұят болып табылады. Өтірік айту ұят болып табылады мен үшін. Мен үшін мысалға екі адамның ортасына араздастырып қою ұят болып табылады. Сондықтан мендегі ұят пен сіздегі ұяттың бәлкім сәйкес келмеуінен ол адамдар неліктен бұл ұялмайды деген түсінікке келуі мүмкін, да. Сондықтан ол ол маған мүлдем ұят емес дүниелер. Қалауымша киіну, қалауымша жасқа қарамай, потому что менің мышлениемде мысалға әркімде жас дегенде түсінік әртүрлі. Біреу үшін 45 жас, мысалға менің қазіргі жасым, олар ойлауы мүмкін, мә өмір бітті деген. Бұның барлығы адамдардың ішкі жан дүниесіндегі құндылықтарының сәйкес келмеуі, да. Мысалға мен үшін 45 жас, біреу үшін 45 жас, өмір бітті. Енді жаңағы құда-құдағиды ойлауымыз керек, енді ел жұртты ойлауымыз керек деген дүниемен, наоборот, бір жинақталып, бір өлімге қарай бет бұратын болса, ал мен үшін 45 жас ең қайнаған ғажап жастық жас жатамын. Өйткені өмірден ұрылдым, таяқ жедім, өмірдің біраз дүниесін көрдім да, 45 жаста енді қалай өзімді сақтауды білемін, енді қалай өзімді қорғауды білемін, кіммен араласуды білемін, қай жерде ақша табуды білемін, ең нағыз күшті өмірдің бел ортасында тұрмын деп есептеймін. Жалпы қазақпыз, қазақта бүйтіп күйінбеген деп айтады ғой. Соған не деп айтасыз? Жан боталар, жылдар өзгерді ғой. Қазір 21-ші ғасыр, өмір ауысып жатыр, барлығы уақыт, даже қазіргі сәт, міне фук дедік, келесі сәтке ауыстық біз уже. Ештеңкені ұстап тұра алмайсың сен. Бүкіл ғаламдық өзгеріс, бүкіл адамзатты торлауда. Мен ойлаймын, адамның сыртқы кейпінде емес, ішкі жан дүниесінде, ішкі құндылықтарында, адамның қаншалықты әке-шешесін құрметтейтіні, туыстарын құрметтейтіні, или оның жаңағы іші махаббатқа толуы, мейірімге толуы, соған ғана байланысты. Ішкі жан дүниесінде махаббат бар ма? Жарайды, әке-шешесін құрметтеуді алмай қойын. Ішкі жан дүниесінде махаббат бар ма? Соған байланысты. Сыртқы дүние ол адамның талғамы, өмірлік көзқарасына, оған маған ештеңке, оның күйеуі бар ма, ажырасқан ба, баласы бар ма, ол проститутка ма, ол жоқ әлде ол тәнін сатып ақша таба ма, ол жерде мысалға 5 күйеуге тиген ба, 10 күйеуге тиген, маған бәрібір. Ол жаңағы гей ма, лесбиянка ма, бәрібір. Мен тек қана адамның жүрегіне ғана қараймын, басқа ештеңкесіне қарамаймын. Яғни ол адамда душа бар ма? Болды. Қалған сыртқы өмірінде оның проживать етіп жатқан путтары, это его путь, он проживает, и это меня нахрен не касается. Мне это вообще не интересно. О, может быть, даже қазір жақында ғана мысалға мен бір қызбен кездестім. Ол кәдімгідей тәнін сатады екен. И она достойна уважения. Оның жүрегінің нәзіктігі, жан дүниесінің кең байлығы мені таң қалдырды. Мысалға мен сабаққа келген қыз. И сондықтан мен мүлдем адамның сүріп атқан өмірінде жұмысым жоқ. Ішкі құндылықтары ғана қызық. Осы подкасттың уақыты шектеулі. Сол себептен сізге бір қысқа болсын ең соңында сұрақтар қойсам, және де артынан блиц қылып сұрақтар қойсам, өмірдегі басты мақсатыңыз? Ояну. Толыққанды. Осы әлемге береріңіз? Ояту. Өзіңіз тамсанып қарайтын, үйренетін адам? Әр адам, ондай адам толыққанды жоқ. Әр адамның қасиеттерін алам, белгілі бір. Әркімнен, біреуден, әркімнің жиынтығын. Бірақ идеальный адам жоқ, сондықтан толыққанды тамсанатын адам жоқ. Өзіңіз 100% любой адамды қабылдай аласыз ба? Жоқ. Мен қабылдамайтын адамдар бар. И оларды мен өмірімнен кесіп тастаймын. Адамдарды именно финансовый жағынан бөлмейсіз? Адамдарды тек қана ішкі жан дүниесі құндылықтарымен бөлемін. Мысалға, қарапайым музыкант болуы мүмкін, ішкі жан дүниесі өте бай, бірақ ақшасы жоқ болуы мүмкін, дәрігер болуы мүмкін. Яғни адамдардың ішкі әлемінен қызығамын, бірақ финансовый белгілі бір деңгейге жеткен адамдардың өмірі маған всегда қызық. Яғни сізбен осы далада тек қана осы музыкант болып жұмыс жасап жатқан әр адам келіп танысып, ертең бір қарым-қатынас құра алады ма?
Егер ол адам қызық болса құра алады. Ал егер ол адам өзін таппаған ешқандай қызықсыз болатын болса, онда құра алмайды. Осы өмірде сізге өзіңізге не қызықты, интересно деп көп айтасыз да? Менің өміріме өмір қызықты. Өйткені барлығы белгісіздік. Қазір бір сағаттан кейін не болатынын екеуміз де білмейміз. Сондықтан маған бәрі қызық, жаңаның бәрі қызық. Оянған адамға, отличие от бессознательного, все свежо. Все свежо. Мне все, я хочу все познать. Каково это? Каково это, например, стареть казер? Каково это, например, второй раз замуж выйти? Каково это, например, жить сейчас в Америке? Каково это еще раз влюбиться? Каково это, например, әже болу? Все мне интересно. Все. Өзіңізді міне мен қазір 45-темін. Әттен осының барлығын неге 25-те түсінбедім деп ойламайсыз ба? 25-те түсіну мүмкін емес. Өйткені 25 қателесуге берілген уақыт. Ештеңкені өкінбеймін. Өйткені мен ана жақта бір нәрсені сәл дұрыстайтын болсам, осы жерге келмес едім. Барлығы дұрыс болғандықтан, орнында тұрғандықтан мен қазір осы жерде отырмын. Егер сол жерден бір нәрсені қозғайтын болсам, онда сет бұзылып кететін еді, мен мүлдем басқа жерде тұратын едім. Байқаған бойынша сіз өткен өмір туралы айтқыңыз келмейді көбінесе. Біріншіден, өткен шақ сен даже мысалға, это же иллюзия, түс. Даже сен мысалға кеше ғана біз Гуанчжоуда болдық, қазір түс сияқты. Ты не можешь туда попасть. Ты не можешь при всем желании таңертеңгі күнге де бара алмайсың. Ештеңені өзгерте алмайсың. И ол ақымақтық. Өткен шақтың тек мудрысын ғана аласың, даналығын аласың. Яғни сол жерден таяқ жедің ба, содан не сабақ алдың, соны аласың да дальше осы багажбен болашаққа қарай кетесің. Артқа қарайлаған сайын сен наоборот болашағыңнан бағдарыңды жоғалтасың. Үлкен рахмет. Одан басқа мені соншалықты қызықтырған енді сұрақ негізінде көп, бірақ та қазір оны қоюға уақытымыз жоқ. Сол себептен тамамдауға мәжбүр болып тұрмын. Бізді көріп жатқан қыз келіншектерге, көрермендерге бір кеңес берсеңіз. Мен ойлаймын, қазіргі мынау алдымен осыдан бірнеше жыл бұрын адамзат мышлениясымен жұмыс істеу уақыты болды да, қазір жаппай адамдар телосына көңіл бөлетін уақыт келді. И осы сәтті толық сезінсе екен деймін. Біз бұрын миды өсіру, ақшаны өсіру, өзіңнің мышленияңды кішкене ашу деген тақырыпта көбірек жұмыс істесек, қазір уже мына эра водолеяда адамдар өздерінің телосына, тәніне көңіл бөлетін уақыт келді. Сондықтан әр жақта тыңдап отырған оқырмандардың барлығына қазір өздерінің тәндерімен қауышса екен деймін. Сол үшін просто каждый частіңізді, өзіңіздің тәніңізді ұстап, мысалға бүгін бір ваннаны қосыңыз, ақырын жайлы музыкаңызды қойып қойыңыз, свечіңізді жағыңыз, содан кейін өзіңізге бір релаксты сыйлап, әйелдер ғой көретін, сол әйелдерге айтып отырмын, өзіңіздің тәніңізді қауыша отырып, жақсы көре отырып, еркелетсеңіздер. И каждый адамдар қазір сіз осы подкаст тыңдап отырған телесный терапияға барса, яғни массажға барса, телосын көп еркелетсе, өйткені сіздің өміріңіздегі бүкіл стресстер, бүкіл өміріңіздегі кезеңдер, өткен шақтың барлығы тәніңізде жазылып тұр. Соны жазатын уақыт келді. Тәндегі бүкіл памятті өшіретін уақыт келді. Сол үшін тәндеріңізді прям сипалап, жаным қолдарым, жаным бетім менің, жаным менің ішім, жаным аяқтарым. Өйткені тән болмаса, сіз жарық дүниеде жүрмейсіз. Тән болмаса, сіз дәм сезу қабілетіңізде болмайды, иіскеу қабілетіңізде болмайды, көру қабілетіңізде болмайды, түйсіну, бүкіл қабілеттің барлығы через тән. Сондықтан өздеріңіздің тәндеріңізді естіп жақсы көре бастасаңыздар екен. Сол кезде сіздің жаңа ғұмырыңыз басталады. Осы сөзді прям услышьте. Бүгіннен бастап өзіңіздің тәніңізден таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін тәннің қақысын орындап, тәніңізден не қалайсың деп сұраңыз. Одан кейін жаныңыздан сұраңыз. Яғни біздің міндетіміз тәнді емдеу, жанды емдеу, одан кейін мышленияны дұрыстау, дұрыс ойлауға. Осының бәрін түбегейлі жүзеге асыру үшін әрбір адам ояну керек. Жақсы күндерде жолыққанша аман болыңыздар. Сізге біздің подкастымыздан кішігірім сыйлық дайындаған едім. Есіңізге алып отыратындай, бұл біздің алғашқы, бірақ та соңғы емес кездесуіміз деп өзім сеземін. Сол себептен табыстауға рұқсат берсеңіз, бер жағындағы.
Сізге Мына осы не деген арнайы керемет. Каждый әйел өзінің сыйлық алатын частін тоже должна любить. Я люблю себя за то, что я люблю подарки деген частін ояту керек та, и ол сыйлықтарды ашып көрсетсек сіздің әрине, иә, оқырмандарыңызға. мен негізінде мағынасын ішіне салып таңдаған түрім. Мгм. Бұның ішінде ашып көрсетсеңіз кішігірім самолет. Жаңа өмірге, жаңа мемлекетке жол жүресіз, соның бір кішігірім символы болсын деп. Ұшақтың ұшып бара жатқан символикасы мен үшін ең бағалы сыйлықтардың бірі. Өйткені Құдай Алла тағала все пархай дегенді сен арқылы ұқтырып отыр деп ұқтым. Ниетіңе жан жүрегіммен, шын жүрегіммен алғыс білдіремін. Мен осы Алматыға келіп негізінде бірақ аптаға келгенмін. Соның өзінде сізбен танысып көріп қалғаныма өте қуаныштымын. Келесі аптада қауышқанша.